Тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығының қызметкерлері Теміртау қаласының құрметті ардагерлерін 1 қазан қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ қариясы бар ел, қазынасы бар ел. Қарияларымызды құрметтеп, ардақтау біз үшін парыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Ете білген бізге тағылымды жол көрсеткен аға ұрпақтың берген тәрбиесі мен тәлімі мол. Ақыл кеңестің, үлгі өнегенің сарқылмас кенішіндей болған қарттарымыз сіздер. Аман есен жүргейсіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға құт береке тілейміз. Көрермендер, құрметті жерлестерім, отандастарым, мен лебізімді жалғастырайын ары қарай. Және де өзімнің көңілімді, көкірегімдегі әрдайым бір қуанышты сәттерге өзімді баулып жүретін бір лебізімді айтайын деп тұрмын. Мысалы, бүгінгі сіздерге мәлім қаламыздағы президентіміздің тарихи мұрағатын көрсетіп отыратын осынау үлкен мекеме президент музейі барлығымыздың ниетімізге сай, көңілімізге орнықты, барлығымыздың игі іс-шараларымызға ортақ болған осындай үлкен мекеме. Осы туралы әрине біз мақтан етіп айтып жүруге лайықпыз. Бұл жерге келсеңіз, тарихи неше түрлі тамаша іс-әрекеттерді көреміз, көріністерге душар боламыз. Әрине халқымыздың басын осы президент музейінде әрдайым осында бас біріктіріп, осында үлкен іс-шаралар өтіп жатады. Мен сіздерге жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей өзімнің қуанышты бір лебізімді және де осы жолы қосып айтқым келеді. Ол осы президент музейіндегі жұмыстап жатқан барлық жұмыскерлерге, қызметкерлерге ниетімді, шын ықылас ниетімді, қуанышымды, құттықтауымды жеткізіп отырмын. Сіздерге бай қуатты өмір сыйласын жаратқан ием, және де дендеріңізге саулық берсін, береке бірлігімізді арттыра берсін жаратушы ием. Амин. Ассалаумағалейкум, Теміртау тұрғындары, асыл қазыналы, әр үйдің бір қазынасы болған қарт қария, аталар әжелері, және де олардың ұрпақтары. Бүгінгі мынау 1 қазан қарттар күні, онымен қабаттасып қала күні келе жатыр. Үлкен мереке Теміртау тұрғындарына. Сол мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді мынау халқымыздың бұрыннан келе жатқан салт дәстүрінің өзі қарттарым асыл қазынам деп келген. Оның өзі қарттарды, қариелерді бұрыннан оны үлгі өнеге тұтып, өмірден алған сабақтарын, тәжірибелерін өздеріне сабақ етіп, үлгі тұтып келген. Сол бұрыннан да олар сабаққа бармаса да қарттарымыз, қарияларымыз мынау аспанға қарап жұлдызы жорамалдап, одан кейін мынау өмірдің алған көп тәжірибелері көп болған. Сол себепті ақсақалдардың барлық тәжірибелеріне жүгінген жастар да, ауылда қандай мәселе болатын болса да, сол ақсақалдар арқылы барлығы да шешілген. Қазіргі соның сабақтастығы болып келе жатқан біздің қарияларымыз да қазір бұнда Теміртауда қарап отырған жоқ. Үлкен өздері пенсияға шыққандар бар, демалыста жүргендер бар, үлкен өздерінің қоғамдық қызметтерін атқарып жүр. Сол қызметтердің бірі, мысалы үшін біздерде Теміртау ақсақалдар алқасы. Сол ақсақалдар алқасының ұжымынан Шәкен құттықтап кетті. Аналар алқасынан мен Сәлима Тоқбаева Ишанқұлқызы, металлург, сол ақсақалдар алқасында қоғамдық жұмыс атқарып жүрміз. Әлі жұмыстарымызды әрі қарай да атқара береміз. Себебі біздің өмірден алған көп тәжірибелерімізді мынау ұрпақтарымызға үлгі етіп, солардан салт дәстүрімізді жалғастырып, үйренсе екен, көкейіне қонса екен деп жүрген адамдармыз. Бүгінгі енді мынау қарттар күніне, қала күніне, мынау баласын барлық ұлттың табыстырған деп Теміртау қаласы осылай соғылып жатты. Міне қандай көркейіп келе жатыр қаламызда. Қандай тамаша, көп жаңағы ғимараттар соғылып жатыр. Одан кейін мынау басшымыздың арқасында қарттарға құрметі көріліп жатыр. Мынау жаңадан жарғы жолдауы келіп, қандай көп өзгерістер болып жатыр. Оның барлығы үлкен қуаныш. Ал енді отбасыларыңыздың барлықтарыңызда аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал енді
Ұлдарыңыз намысты, қыздарыңыз келісті, келіндеріңіз иманды болсын. Бізге ең керегі қазіргі отбасының амандығы айналайындар. Денсаулықтарыңыз мықты болып, өміріміз сәнді болсын. Және де мынау істеп жатқан істеріміздің барлығы мәнді болсын. Ауызбіршілік болсын, жарасымды тірлік болсын. Елімізде бірлік болсын. Қазағымыздың көк туы желбіреп, тұғырынан таймасын, сол тұғырынан тайғызбайтын азаматтарымыз, елбасыларымыз аман болсын айналайындар. Мерекелеріңіз құтты болсын.